өзін-өзі иландыру арқылы мінез-құлыққа әсер ету. Барлық ұлы тұлғалардың ұлы болып қалыптасуына олардың ұшқыр ойлары мен асқақ армандары себеп болғандығын жақсы білемін. Санаға терең ұялаған арманды күндердің бір күнінде шындыққа айналдырар бір тылсым күштің бар екенін де білемін. Өзін-өзі иландыру тұлғаның қалыптасуына әсер ететін ықпалды фактор екендігі сөзсіз. Расында бұл тұлғаны қалыптастырудағы бірден-бір маңызды қағида саналады. Сананы басқару қағидалары туралы хабардар болғандықтан, өзімді қайта қалыптастыру үрдісіне барынша дайындалдым. Қиялымдағы кеңесшілер мәжілісінде әр кабинет мүшесінен осы бөлімге өз үлестерін қосуын өтіндім және оны былайша дауыстап өткізіп отырдым. Эмерсон мырза, мен өміріңізді ертегіге айналдырған табиғат жөніндегі сіздің ғажап түсінігіңізге ие болғым келеді. Сіздің табиғат заңдылығын түсінуіңізге және оған бейімделуіңізге себеп болған кез келген қасиеттің менің де санамнан түлеп шығуын қалаймын. Сізден осы мақсатқа жетуде маған қолғабыс етуіңізді және сол жолда қандай білім қажет екенін айтып беруіңізді сұраймын. Бербанк мырза, кактустың тікенектерін жұлып алып, оны жеуге жарамды еткендей, сіздің табиғат заңдылықтарын үйлестіруге мүмкіндік туғызған біліміңіз бен мені нәрлендіруіңізді өтінемін. Бір сабақты өсімдіктен 2 сабақ өсіп шығуына әсер еткен біліміңізді бөліскеніңіз құба-құп болар ма еді? Наполеон мырза, мен сіздің адамдарды шабыттандыратын және оларды ерекше әрі батыл әрекет етуге итермелейтін күшті туғызатын ғажап қабілетіңіз хақында білгім келеді. Сонымен қатар жеңілісті жеңіске айналдыратын, кез келген қиыншылыққа төтеп беретін сенім күшіне мен де ие болсам деген арманым бар. Пейн мырза, сізді басқалардан ерекше етіп көрсететін ой еркіндігін, ой пікірлеріңізді батылдықпен әрі анық білдіретін қасиетіңізді алғым келеді. Дарвин мырза, мен сізден жаратылыс ғылымдары саласында үлгі болған ғажайып шыдамдылық пен оң себеп салдарды анықтайтын қасиетіңіз туралы білгім келеді. Линкольн мырза, сізді басқалардан ерекше етіп көрсететін әділдік пен қажымас қайратты, әзіл-оспақты түсіне білетін қасиетіңіз бен адамгершілігіңізді өз бойыма сіңіргім келеді. Карнеги мырза, мен сізден алып кәсіпорын салуда өзіңіз қолдана білген біріккен күш қағидаларын терең түсініп, одан өмірде қолдана білген қасиетіңізді алғым келеді. Форд мырза, жұмысыма қажетті материалдарды табуда сіздің көмегіңізге иек артамын. Мен сіздің кедейлікті жеңуге және адам күшін ұйымдастыру, біріктіру, жеңілдетуге себепші болған жігерлік рухыңыз бен батылдықты, өзіңізге деген сенімділік пен байсалдылықты өз бойымнан тапқым келеді. Сөйтіп мен басқаларға сіздің жолыңызбен жүруге көмектесетін боламын. Эдисон мырза, мен сізді қасыма, оң жағыма отырғызған себебім, сіз маған бірге қызмет етіп, зерттеу жұмысын жүргізген кезде табыс пен сәтсіздіктің себептерін үйреттіңіз. Табиғат сырларын ашуға көмектескен ғажайып сенімділік рухын, сіздегі жеңілістен жеңіске жеткізген қажырлы еңбек рухын үйренгім келеді. Менің қиялымдағы кабинет мүшелерімен сөйлесу тәсілім өзімнің сол мезетте қол жеткізуге соншалық қызыққан мінез-құлық ерекшеліктеріне қарай өзгеріп тұрды. Мен олардың өмірлері туралы жазбаларды ыждағаттылықпен оқыдым. Бірнеше ай бойғы түнгі мәжілістерден кейін қиялымдағы тұлғалардың шынайы болып кеткендігіне сондай таңғалдым. 9 тұлғаның әрқайсысының өзіндік жеке ерекшеліктерінің бар екені таңданысымды туғызды. Мәселен, Линкольн әрдайым кешігіп жүргенімен байсалды мінезінен бір тайған емес. Оның жүзінен әрқашанда салмақтылық белгісі байқалып тұратын. Алайда оның күлгенін сирек көретінмін. Бұл басқаларға қатысты емес. Бербанк пен Пейннің тапқыр әзілдерімен айтысатындығы соншалық олар кейде кабинеттің басқа мүшелерін қатты таңғалдыратын еді. Бір күні Бербанк кешігіп келді. Қатты толқып әрі шаттанып келген ол өзі жасап жүрген нәтижесінде кез келген ағаштан алма өсіруге көмектесетін тәжірибесіне байланысты кешіккендігін айтып ақталып жатты. Дәл осы сәтте Пейн еркек пен әйел қарым-қатынасындағы негізгі мәселе осы алмадан басталғанын ескертіп, оған ұрсып алды.
Дарвин Пейннің орманға алма теруге барғанда жылан балаларынан абай болуын ескертіп мырс етті. Оның айтуынша үлкен жылан осылардан шығады. Эмерсон мырза жылан болмаса алма да болмайды десе, Наполеон мырза алма болмаса мемлекет те жоқ деп түйреп өтті. Бұл кездесулердің шынайы болып кеткендігі соншалық мен олардың салдарынан қорқа бастадым және кабинеттің жұмысын бірнеше айға тоқтаттым. Менің алған әсерім адам шошырлықтай сипатта өрбіді. Әрі қарай бұл отырысты жалғастырсам, олардың расында да менің елестерімнің әсері екеніне сенбей қалуым да әбден мүмкін еді. Бұл мені байқампаздыққа үйреткен бірінші жағдай. Осы кезде кейін бұл тақырыпқа келгенде сабырлық танытып жүрдім. Себебі ойымша, егер мен өзімнің әдеттен тыс оқиғаларымды басқаларға сипаттап айтсам, олардың дұрыс түсінбейтінін білдім. Қазір оқиғаларымның қағаз бетіне түскендігі маған күш береді. Себебі дәл қазір өткен жылдарға қарағанда олардың не айтатыны мені онша қызықтыра бермейді. Ақыл тоқтатқанның жақсы бір қыры, басқалардың ойына қарамастан батыл бола аласың. Мені дұрыс түсінбей қалмауыңыз үшін өзімнің кабинет мүшелерімен кездесулерімді әлі де таза ойдан шығарылған кездесу ретінде қабылдайтындығымды баса айтқым келеді. Сонымен қатар менің кабинетімнің мүшелері расында да қиялдан пайда болғанына қарамастан және жиналыстар тек қиялымда ғана өтіп жатса да, олар мені қызықты оқиғалардың тамаша әлеміне алып барды. Шынайы ұлылық бағасына қайта жаңғыртып, ойымды ашық білдіруіме күш берді.